Қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ең дәмді капкейктер жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Барлық керек заттардың мөлшерін описанияда толық жазып қалдырдым. Ең алдымен жұмыртқамызды мискамызға жарып, үстіне қант қосып, қол миксердің көмегімен араластырамыз. Үстіне сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Сұйық майымызды да үстіне құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бөлек ыдыста ұнымызға разрыхитель қосып, ситаның көмегімен қоспамызға қосамыз. Бәрін бірден салмаймыз. 4 бөлікке бөліп қосамыз. Міне осындай сұйық крем пайда болды. Енді капкейктерімізге арналған ыдысымызға құямыз. Капкейктерге арналған ыдысқа құю маңызды емес. Темір ыдыста, силикон ыдыста кез келген өзінің қалпын пайдалансаңыз болады. 80 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Олардың піскен-піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен білесіздер. Егер таяқшаңыз құрғақ болып шықса, демек сіздің капкейктеріңіз дайын деген сөз. Ортасына начинка салғыңыз келсе, осылай насадканың көмегімен ортасын алып тастап, кез келген начинканы сала аласыз. Мен бұл жерде сгущенка қолдандым. Неше түрлі джем, варенье, өзіңіз қалауыңыз дәміне қарай қоса бересіздер. Ал енді крем жасауға кірісейік. Творожный сырымызды алып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сахарный пудрамызды қосып, тағы да бір келкі қылып араластырамыз. Одан кейін сливкиімізді салып, барлығын қою крем болғанша араластырамыз. Бұл кремнің барлық заттары холодильникте кемінде 7 сағат тұру қажет. Енді кремді бетіне жағу үшін осындай қапшықты алып, оның ішіне өзіміз қолданғымыз келген насадканы саламыз. Одан кейін қапшықты креммен толтырамыз. Кремді салып алғаннан кейін капкейктеріміздің бетіне біртіндеп жағып шығамыз. Кремді қалай жағу керек тәсілдерін алдағы уақытта сіздерге видеоларда көрсететін боламын. Тортты әсемдеу өз еріктеріңізде, бетіне түрлі посыпкалар сепсеңіз болады, немесе тура осы күйінде қалдырсаңыз да болады. Торттарыңыз өте дәмді және әдемі болып көрінеді. Барлықтарыңызға ас болсын.